Қайырлы күн 9-шы сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы адамзат үшін лаңкестік несімен қауіпті деп аталады. Сабақ барысында сіздермен бірге аймақтық және халықаралық лаңкестік ұйымдардың пайда болуы туралы ақпарат аламыз. Олардың мақсаттарын, әрекеттерін сипаттаймыз, зардаптарын талдаймыз. Террор сөзі латын тілінен аударғанда қорқыныш деген мағынаны береді. Бұл ұғымды біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші ғасырда ежелгі грек философы Аристотель өз еңбектерінде қолданған. Театр көрермендері қойылымнан алған жағымсыз әсерін осы сөзбен білдірген. Террор сөзінің қазіргі замандағы мағынасы 1789-1794 жылдардағы француз буржуазиялық революциясы кезеңінде қолданыла бастады. Якобиншілердің саяси қарсыластарын жазалау шаралары террор деп аталды. 2001 жылдың 12 қыркүйегінде Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі нөмірі 1368 қарарды қабылдады. Онда лаңкестіктің халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке төнген ауыр қатер екені айтылған. Саяси сөздік аталған терминге төмендегідей түсінік береді. Лаңкестік ұйымдасқан топтың немесе саяси партияның жүйелі түрде зорлық-зомбылық арқылы өз мақсатына жету үшін қолданатын әдісі. Алғашқы лаңкестік ұйымдардың қатарына сикарилер немесе қанжарлылар сектасы жатады. Секта біздің заманымыздың 1-ші ғасырында Иудея жерінде құрылып, аталған аймақта басқыншы римдіктерді құрту жолында әрекет етті. Орта ғасырларда лаңкестік әдістерді ассасиндер сектасы өз мүдделеріне пайдаланды. Ассасин шииттер таяу шығыста мұсылмандардың сунна ағымын ұстанушы дінбасыларға, әскери адамдарға қастандық жасаумен айналысты. Жаңа уақытта лаңкестік әдіс саяси сипатқа ие болды. Ресей патшасы 2-ші Александр, Австро-Венгрия тағының мұрагері Фердинанд саяси лаңкестің құрбанына айналды. 20-шы ғасырдың 2-ші жартысында лаңкестік дамуында жаңа кезең басталды. Лаңкестіктің жаңа түрлері пайда болып, аумағы кеңейе түсті. Қазіргі заманда халықаралық қауіпсіздікке діни, атап айтқанда ислам дінінің атын жамылған лаңкестік ұйымдар көбірек қауіп төндіруде. Олар әлемдік ислам мемлекетін немесе халифаттар құруды мақсат етіп, қарулы қақтығыстарға баруда. Исламшылдар өздеріне зайырлы қоғам мен өзге діни конфессияларды дұшпан ретінде санайды. Ірі исламдық лаңкестік ұйымдардың қатарына ислам мемлекеті, Әл-Каида, Хамас, Талибан, Боко Харамды және мұсылман бауырлар саяси қозғалысын жатқызуға болады. Әлемдік қауымдастық лаңкестік қауіп-қатермен күресте белсенді күрес жүргізуде. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 1994 жылы халықаралық лаңкестікті жою жөніндегі шаралар туралы декларацияны қабылдады. 2006 жылы Біріккен ұлттар ұйымының жаһандық лаңкестікке қарсы стратегиясы әзірленді. 2017 жылы Біріккен ұлттар ұйымы жанынан лаңкестікке қарсы басқарма құрылды. 2001 жылдың 28 қыркүйегінде Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңес мүшелері шұғыл мәжіліс өткізді. Оған 11 қыркүйекте Нью-Йорк қаласында жасалған ірі лаңкестік оқиға себеп болған еді. Мәжіліске жиналғандар Дүниежүзілік сауда ұйымы мен ақш қорғаныс министрлігінің әкімшілігі Пентагонға бағытталған шабуылды талқылады. Лаңкестіктің халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке төнген аса қауіпті қатер екені бір ауыздан мақұлданды. Осы басқосу лаңкестік қатерге қарсы күресуде біртұтас шешімнің қабылдануына түрткі болды. Аймақтық лаңкестік қазіргі заманғы лаңкестіктің бір түрі. Ол азамат соғысы мен қарулы қақтығыстар жүріп жатқан аймақтарда кең таралған. Аймақтық лаңкестікке келесі ұйымдардың қызметін жатқыза аламыз. Тамил иламды азат ету жолбарыстары. Осы Тамил иламды азат ету жолбарыстары деп аталатын әскериленген топ 1976 жылы Шри-Ланканың солтүстігінде пайда болды. Лаңкестік ұйымның мақсаты аралда тәуелсіз Тамил илам мемлекетін құру еді. 1983 жылы тамилдік жолбарыстар Шри-Ланка үкіметіне қарсы қарулы күресті бастады. 30 жылдың ішінде содырлар ел аумағында көптеген лаңкестік әрекеттерді жүзеге асырды.
1985 жылы лаңкестер автобекетте және махабдохи храмында бейбіт азаматтарға оқ жаудырып 145 адамның өмірін қиды. 1991 жылы тамилдік жолбарыстардың кезекті лаңкестік әрекеті кезінде премьер-министр Раджив Ганди қайтыс болды. Шри-Ланка үкіметі мен тамилдік жолбарыстар арасында қарулы қақтығыс азамат соғысына ұласты. Ресми түрде 2009 жылы аяқталды деп саналатын соғыста 80 мыңға жуық адам өмірімен қоштасты. 800 мыңға жуық арал тұрғындары босқындарға айналды. Америка құрама штаттары, Канада, Үндістан бастаған барлығы 32 ел тамилдік жолбарыстарды лаңкестік ұйым деп таныды. Қазіргі таңда ұйымдағы содырлардың саны 10 мыңнан асады. Әскери топ құрамында еркектермен қатар әйелдер және балалар да әрекет етеді. Ұйым қатарына жаңа азаматтарды тарту кедей отбасылар арасында сепаратизм идеясын сіңіру арқылы жүзеге асырылады. Ұйым қару-жарақ пен есірткі сату ісін де жолға қойып тастаған. Шетелге иммигранттарды заңсыз тасымалдаумен де лаңкестіктерге үлкен табыс келеді. Нәсілшілдік Ку-клукс-клан лаңкестік ұйымы ақш аумағында 1865 жылы пайда болды. Ұйым мүшелері ақштағы еуропалық және африкалық тұрғындардың құқығын теңестіруге қарсы күресуді алдарына мақсат етіп қойды. Ұйымның алғашқы көшбасшысы 1861-1865 жылдардағы азамат соғысына қатысқан құл саудагері Натаниэль Форест еді. Ку-клукс-кланшылар ақштағы қара нәсілділерге зорлық-зомбылық жасауды нысанаға алды. 1970 жылдары ұйым мүшелерінің саны 10 мыңға жетті. Бұл кезде олар коммунистерге және адам құқығын қорғау ұйымдарына қарсы белсенді күрес жүргізді. 1975 жылы ақштың Гринсборо қаласында Ку-клукс-кланшылар әрекетіне қарсы бейбіт демонстрация өткізген 5 жергілікті азамат өлтірілді. 1981 жылы 19 жастағы қара нәсілді Майкл Дональдты ұйым мүшелері тергеусіз және сотсыз тірідей дарға асты. 2010 жылға қарай ұйым мүшелерінің танымалдылығы арта түсті. Оған себеп болған жағдай афроамерикалық Барак Обаманың ақш президенті болып сайлануы еді. ақш аумағында 220-ға жуық бастауыш топтың барлығы анықталды. Қазіргі кезде Ку-клукс-кланшылар жекелеген топтар ретінде әрекет етеді. Олар қара нәсілділермен қатар мұсылмандарға, біржыныстыларға өшпенділік көзқараспен қарайды. Хамас Палестинадағы исламдық қозғалыс және көшбасшы саяси партия болып табылады. Хамас қозғалысы 1987 жылы Газа қаласында құрылды. Бұған дейін ол мәдени ағартушылық және қайырымдылық ұйымы ретінде әрекет еткен болатын. Алайда 1987-1993 жылдар аралығында болып өткен палестиналықтардың Израильге қарсы бірінші көтерілісі кезінде Хамас басшылары ұйым мүшелері арасынан қарулы жасақтар құра бастады. Олар израильдік басқыншыларды Палестина аумағынан қуып шығып, Израиль жерінде Палестина Ислам Республикасын құрамыз деген ұранды көтерді. 1989 жылы ақпанда Хамас алғашқы лаңкестік әрекетін жасады. Израиль армиясының 2 жауынгерін ұрлап әкетіп, азаптап өлтірді және оны телеарналарға салды. 1990 жылдан бастап хамастықтар адамдар жиі шоғырланатын жерлерде денесіне жарылғыш заттар байлаған лаңкестерді жіберіп, үрейлендіру әрекетіне көшті. 1987-1993 жылдар аралығында осындай әрекеттерден 215 бейбіт тұрғын қайтыс болды. Олардың арасында израильдіктер ғана емес, қарапайым палестиналықтар да болды. 1991 жылы Хамас басшылығына мұсылман бауырлар ұйымының мүшесі Мұса Әбу Марзук келді. Оның жетекшілігімен ақш пен батыс Еуропа елдерінде, тіпті Сирия, Иран, Сауд Арабиясында лаңкестік ұйымның бөлімшелері ашылды. Әбу Марзук ұйымның құрылымын жетілдіріп, басшылық лауазымдарға жас мамандарды тағайындады. 2011 жылы Хамастың әскери қанатының құрылғанына 24 жыл толуына орай сионистік дұшпандармен күрестегі жетістіктер атты есептерін жария етті. Онда Хамас мүшелерінің 1117 зорлық-зомбылық әрекеті, Израильге
11.093 зымыран бағытталғаны, 1365 израильдіктің өлтіргені баяндалды. Әл-Каида халықаралық лаңкестік ұйымдардың ең белгілісі болып саналады. Ол 1988 жылы Пакистан жерінде құрылды. Мақсаты мұсылман елдерінде зайырлы режимді құлатып, ұлы ислам халифатын құру еді. Әл-Каида ұйымының стратегиялық міндетіне Израиль мемлекетін жер бетінен жойып жіберуде кіреді. Ал ақшты олар басты дұшпанымыз деп санайды. Әл-Каида әлемнің бірнеше жерінде жасалған ірі лаңкестік әрекеттерге жауапты деп танылған. Қайғылы лаңкестік әрекет 2001 жылғы 11 қыркүйекте ақштың Нью-Йорк қаласында жасалды. Лаңкестер дүниежүзілік сауда орталығын жарып жіберді. Жарылыстан 200-ге жуық адам қайтыс болып, ел экономикасына 500 миллиард доллардан астам шығын келтірілді. Осы оқиғадан кейін Америка құрама штаттары Әл-Каида лаңкестік ұйымына қарсы соғыс жариялады. НАТО әскері Ауғанстан жеріне басып кіріп, Әл-Каиданың одақтасына саналатын тәліптермен шайқасты. 2003 жылы ақш Ирак жеріне әскерін енгізді. Ел президенті Саддам Хусейнді Әл-Каида ұйымы мүшелеріне дем беріп отыр деп айыптады. Ирак президенті тұтқынға алынып, жұрттың көзінше өлім жазасына бұйырылды. Алайда Әл-Каида ұйымын жойып жіберу мүлдем мүмкін болмай отыр. Ұйымның бөлімшелері Таяу Шығыс пен Африка елдерінде ұйымдастырылып, күн сайын мыңдаған адамдарды алдау, бопсалау арқылы олар өз қатарларын толықтырып жатыр. Ислам мемлекеті көптеген мемлекеттерде тыйым салынған халықаралық лаңкестік ұйым. Аталған ұйым Таяу Шығыста ислам халифатын қайтадан орнатуды көксейді. Әсіресе Израиль мемлекетін жойып, аталған аумақтарда мұсылмандардың үстемдігін орнатуды армандайды. Ислам мемлекеті мүшелері көптеген лаңкестік әрекеттер мен әскери қылмыстарға басқа дін өкілдерін қырғынға ұшыратуға жауапты. 2014 жылы ақштың бастамасы бойынша ислам мемлекетіне қарсы одақ құрылды. Себебі ислам мемлекеті әлемнің 60-тан астам елдерінде лаңкестік әрекеттер ұйымдастырған. Берілген ақпараттарға назар аударып, ислам мемлекетінің құрылуы, мақсаты, әрекеті, зардаптары туралы әңгіме құрастырыңыздар. Алған білімімізді бекіту үшін тапсырмаларды орындайық. Дұрыс жауабын табыңыз. Лаңкестік ұйымдардың әрекет ететін аймағын картадан табыңыз. Лаңкестік ұйымдардың атауын мақсатымен сәйкестендіріңіз. Үйге тапсырма. Лаңкес азаттық үшін күрескер ме, әлде аса қауіпті қылмыскер ме? Тақырыбына эссе жазыңыз.